бір жаңа ақпараттар бергім келіп отыр. Так, таныса отырсақ, эфир басталғанша, адамдардың барлығы шығып алғанша танысып отырайық. Кім қай қаладан болады, есімдеріңіз кім болады? Жалпы бүгінгі эфирде не күтесіздер? Естіліп тұр дейді, рахмет. Таныса отырсақ, сәлеметсіз бе? Таныса отырайық, кім қай қаладан болады? Есімдеріңіз кім болады? Талдықорған қаласынан дейді, өте керемет, қуаныштымын. Так, кім немен айналысады? Жалпы саудамен айналысып жүрген кісілер бар ма? Немесе саудаға енді қызығып жасағысы келіп жүрген кісілер болса? Маңғыстау Бейнеу аудан дейді, өте керемет. Супер. Жақсы. Ендеше Талдықорған, Маңғыстау, Қазақстанның жер-жерінен бар екенсіздер. Сіздерге бүгін жалпы осы Wildberries Каспий Қытаймен бизнес туралы жаңа ақпараттармен бөліскім келіп отыр. Так, жалпы араларыңызда мені танитын адамдар бар, танымайтын адамдар бар. Сол себепті мен өзімді қысқаша таныстырып өтейін, иә? Қысқаша таныстырып өтейін. Мына жерде менің. Так, саудаға қызығып жүрмін, Wildberrieспен айналысқым келіп жүр дейді. Өте керемет, қуаныштымын. Олай болса, бүгінгі эфир сіз үшін өте пайдалы болатынына сенімдімін. Ендеше сабағымызды бастаймыз, е? Соңынан кіріп атқандар болатын болса, сұрақтарыңыз болса қойып отырсаңыздар болады. Сабақты бастаймыз. Жалпы өзімді таныстыра өтейін. Жаңадан кіріп атқан кісілер бар болуы мүмкін, е? Менің есімім жалпы Қымбат Бақытбекқызы. Қытаймен бизнесте 9 жылдық тәжірибем бар. Маманмын. Және де Алишоп логистикалық компаниясының негізін қалаушысымын. 2018-ден бері осы даму бизнес бастау курсының жетекшісімен жүргізіп келе жатырмын. Бұл даму бизнес бастау курсы дегенімізде, бұл жерде жалпы Қытаймен логистикалық, Қытаймен бизнес толыққанда үйретілетін курс. Сонымен қатар 1688-дің авторымын, 1688 кітабы, ол жерде жалпы Қытаймен бизнес туралы өзімнің 9 жылдық тәжірибемді қорытып жазылған кітап. Ең жақсысы бүгін кешкі қазір тікелей эфирдің соңына дейін отырған кісілерге мен осы кітабымды тегін бергім келіп отыр, е? Және де 1688 3 в 1 курсының жетекшісімін. 3 в 1 дейтініміз, өйткені ол жерде 1688 және де жаңағы Wildberries Каспий 3 сайт қосылған. Сол үшін 3 в 1 деп курсты құрдық. 2014 жылдан бастап уже осы немен айналысып келіп, саудамен айналысып келе жатырмын. Тікелей Қытайдан Қазақстанға тауар жеткізумен айналысамын, және де Wildberries Каспий арқылы тауар сатамын, және тауар сатуды басқаларға үйретіп жатырмын. Жалпы сіздерде өздеріңізді таныстыра отырсаңыздар, е, сабаққа қоятын сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Сабақтың соңында сіздерге арнайы сұрақ-жауапқа уақыт беремін. Және де осы кітабымды, жаңа өзімнің электрон кітабымды сіздерге кітапшамды тегін беретін боламын. Сабақтың соңына дейін отырған кісілерге. Енді бүгінгі сабақта сіздер не аласыздар, е? Сіздерге бүгінгі сабақта нені айтамын, соны айтып өтейін. Так. Қараңыздар. Бүгінгі сабақта сіздерге жалпы Қытаймен бизнес туралы айтатын боламын. Сонымен қатар Wildberries Каспий туралы айтамын. Яғни Wildberries пен Каспийдің қаншылықты бізге пайдасы бар. Яғни Wildberries пен Каспий қалай оларды қолданамыз, қанша адам қолданып жатыр, одан Wildberries пен Каспийден қанша табыс табуға болады жалпы. Сол жайында бөлісіп өтетін боламын. Неден бастау керек екенін айтамын, е? Есім Мағжол болады дейді. Өте керемет, өте қуаныштымын сіздермен танысқаныма. Жаңаөзен қаласынан дейді. Өте күшті. Қарасам барлық қаладан бар екен, е?
Супер. Олай болса, бүгінгі сабақ сіздерге толыққанды пайдалы болу үшін сабақтың соңына дейін тыңдап отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қой отырыңыздар. Және де сабақты түртіп алатын жерлер болса жазып отырыңыздар, иә? Өте маңызды, жақсы ақпараттар беретін боламын сіздерге барынша. Жалпы мен өзім 2014 жылдан бастап осы Қытаймен бизнес, Қытаймен бизнес дегенде Қытайдың компанияларында жұмыс жасадым. Одан кейін 2017 жылдан бастап өзімнің бизнесімді бастадым, иә? Жалпы Қытаймен бизнесте, сату саласында, онлайн интернет-магазин саласында тәжірибем өте мол. Бүгін сіздерге сол тәжірибемен азда көпті бөлісіп өтетін боламын. Жалпы 2018 жылы мен осы жаңағы даму бизнес бастау курсымды жүргіздім. Бұл жердегі фотодағылардың барлығы менің курсымды оқыған, нәтиже шығарған адамдардың суреті толыққанды көрінбей тұр мына жерде. Ал енді мына жерде астында жазған олардың маған жазған отзывтары, иә. Жалпы мен Инстаграм парақшамда да толыққанды біздің жұмыс басқышымыз, неше жылдан бері жасап жатқан жұмысымыз, тәжірибеміз, отзывтарымыз барлығы бар. Сол жерден көрсеңіздер болады, иә. Мынау болатын болса, менің ең алғашқы сатқан тауарым. Осы жерде сіздерге сұрақ қоя кетейін. Енді бизнеспен айналысқысы келіп жүрген кісілер бар ма? Вообще ештеңе сатып көрмеген, не сатсам болады, не сатсам жақсы өтеді деп білмей жүрген кісілер болатын болса, қараңыздаршы, мен ең алғашында осындай ұсақ-түйек хит тауарлармен айналысқам. Сумка кеп саттым Қытайдан, аяқ киім саттым, хит тауарлар саттым, рахмет деген шырақты ең бірінші саттым, иә. Сол сияқты сіздер немен айналыссам болады деп ойланып жүре бермей, кез келген нәрсемен айналысып кетіңіздер, кез келген нәрсені сатып кетіңіздер, иә. Сіздер кез келген нәрсемен айналысып кеткен кезде, кез келген тауар сатып кеткен кезде, сатылмайтын тауар жоқ, саталмайтын адам бар дейді. Сол үшін не өтеді деп қарап жүргенде уақытыңыз кетіп қалады да. Сол үшін кез келген нәрсені бәріне басыңыз сұғып көріңіз, бәрін сатып көріңіз. Сосын сіз сатып көрген кезде барып білесіз ненің жақсы өтетінін, иә, тәжірибе басқышында. Яғни әр адамның өзінің ерекшелігі болады да. Мысалы, ер адамдар болатын болса, жаңағыдай электрон тауарларды, техникаларды, немесе жаңағыдай машинаның запчастары деген сияқты, стройматериалдар сияқты нәрселерді жақсы сатады да, ер адамдар болатын болса. Әйел адамдар болатын болса, косметика, сумка, киім-кешек, в общем, ыдыс-аяқ, соларды жақсы сатады. Сол сияқты әр адамның өзінің бейіміне, қызығушылығына жаңағы байланысты да. Мысалы, сіз кейбір заттарды өзіңіз жақсы көретін болсаңыз, мысалы, балаңызға киім алып бергіңіз келіп тұратын болса, балалардың киіміне қызығатын болсаңыз, балалардың киімін жақсы сатасыз деген сөз. Сол сияқты да тек қана өтіп жатқан тауар деген емес, адамның өзінің қызығушылығына да байланысты. Ол қанша өтіп жатқан тауар болған емес, сіз оған қызықпайтын нәрсе, сіз түсінбейтін нәрсе болатын болса, мысалы, запчас жақсы өтіп жатыр дейік, иә. Мысалы, мен қыз баламын, иә. Мен де запчас сатып көрдім да, машинаның заттарын сатып көрдім да. Бірақ түсінбейміз да, ананы. Стройматериалдарын да сатып көргім келді да, Қытайдан алдырып. Бірақ түсінбеймін, қызықпаймын вообще. Да, егер менің орнымда ер адам болған кезде соны жақсы сатып кететін бе еді, иә. Сол сияқты әр адамның өзінің бейіміне қарай, өзінің қызығушылығына қарай, және де несіне қарай болады, табиғатына қарай болады. Сол себепті өтіп жатқан тауар жарайды, әрине сатқаныңыз дұрыс, бірақ өзіңіздің де кішкене оған қызығушылығыңыз және ол тауар жайында ақпарат білетін болу керексіз. Көптеген, өйткені клиенттер сізден сұрайды, мынау қалай қолданады, мынаны қалай қолданады деген сияқты. Сол кезде сіз өзіңіз сол нәрсені білетін болсаңыз, өте жақсы клиентке түсіндіріп сата алатын боласыз. Жалпы мен осы жаңа айтып өттім ғой, Алишап компаниясын құрдым, жаңағыдай логистикалық тауар алдыртып жатырмын, курс оқытып жатырмын деп. Енді мен бірден осы жағдайым жақсы болып, кішкентай кезімнен жағдайым жақсы болып, бірден осы бизнеске келе қалған жоқпын. Мен де сіздер сияқты қарапайым адаммын. Біздің айырмашылығымыз, яғни мен кезінде ең алғаш бизнесті ойланбастан бастап кеттім. Яғни ол кезде менде қиыншылық болғаннан кейін, яғни арман мақсат болғаннан кейін, ақша табу керек болғаннан кейін бастап кеттім да. Сол себепті бұл жерде
мысалға айтатын болсам, мен өзім 2007 жылы әкем қайтыс болып кетті. Сосын анам жалғыз 3 баланы асырау үшін, бізді оқыту үшін жалғыз жұмыс істеп қиналды. Сол қиналған кездерінде мен анамды өз-өзіме кішкентай кезімде, кішкентай болсам да өз-өзіме серт беретін едім да. Мен бұйыртса кейін мен жақсы оқимын, кешке сабақ қарай беретінмін. Кішкене кезімде менің санамда мен кітап оқысам, сабақ қарасам, мен кейін есейген кезде көп ақша таба аламын деп ойлайтын едім да. Менің ойым сол кезде кішкентай кезімде. Өйткені бізде Қытайда жаңағы мектепте үйретіп тастайды, сен сабақ оқысаң мықты боласың, сен сабақта 100 алатын болсаң, 5 алатын болсаң, сен кейін ержеткен кезде өте көп ақша табатын мықты ғалым боласың деп айтатын еді. Сол санамен мен кешке кітап оқи беретінмін, тапсырма орындай беретінмін, таңнан кешке дейін кітап түспейтін қолымыздан. Соның арқасында да қазір Аллаға шүкір, негізі білімнің де, біздің кішкентай кезімізде алған білімнің де бізге зияны жоқ. Ары қарай мен уже есейіп университет бітіргеннен кейін сразу Қытайдың компаниясына кіріп, сату бөлімінде жұмыс жасадым. Ол жерде тәжірибе жинадым, қытайлар қалай сатады, қытайлар қалай бизнес жасайды. Соның барлығын жинай келе 2017 жылдан бастап өзімнің бизнесімді бастап кеттім. Не үшін? Өйткені мен ол жерде басында квартирада жүрдім, алатын зарплатам 80 мың теңге, ол ары тарсаң ар жетпейді, бер тарсаң бер жетпейді. Арман деген биік үй алсам, машина алсам, маманы қыдыртсам, шетелге апарсам, қажыға апарсам деген сияқты армандар деген мына жерде толып тұр. Бірақ ана 80 мың теңге вообще четіне де жетпейді ғой, кішкентай. Сол кезде мен не істедім? Арман мақсаттарымды ойладым да, мен бұл арман мақсаттарыма жету үшін мен сауда істеуім керек екен, өзім жеке бизнес ашуым керек екен деген немен бастап кеттім. Яғни бастасам да, бастамасам да бастау керек болды, былайша айтқанда, содан кейін уже бизнеске қалай кірдім, солай жолы ашыла бастады. Қазір бизнес бастай алмай жүрген кісілерге айтатыным бастай алмай, не істесем болады деп маңайына үңіліп жүрген кісілер, бастап кетіңіздер сразу. Ешқандай несі жоқ ше, оның бір 10 мың теңгең бола ма? 1000 теңгелік заттан бір 13-тік ал да сата бер, пожалуйста. Ары қарай өз жолы ашыла береді. Сауда деген нәрсе сол. Бірден 2 болады, 2-ден 3 болады, клиенттерің болады, көбейе береді клиенттерің. Сен бір нәрсені шығарған сайын, сен сұрайтындар көбейе береді. Сөйтіп уже сен кеңейесің, клиентің де, аудиторияң да кеңейеді. Ары қарай өзіңде бизнеске деген тәжірибең көбейеді. Сол себепті сіздерге айтатыным, ойланып, 1045 күн ойланып, білмейсіз ба, пожалуйста, үйреніңіз. Мысалы, сайттар айтатын болса, 1688 сайты, Wildberries сайты, Каспи сайты деген нәрсе енді ноутбук біле бермейтін адамдарға кішкене қиындау болады. Сол үшін сіз білмейсіз ба, үйреніңіз, просто үйреніңіз. Сіз егер де қазір сіздің табысыңыз аз болатын болса, қанша бір қиналып, тер шығарып, шаршап жұмыс істесеңіз де табысыңыз өспесе, значит сізге бір нәрсені өзгерту керек. Қай нәрсені өзгерту керек? Сізге тамақ ішіп, күшіңізді күштеп, ауыр жұмыс істеуге күшіңізді күшейту керек па? Жоқ, білім алу керек просто. Адам табысын өсіру үшін просто білу керек соны жасауды. Ол дегеніміз білімнен келеді, бір нәрсені жасауды білу керексіз просто. Сіз соны жасауды білген кезде сізде уже табыс түседі. Бір нәрсені біліп істеген дұрыста. Сол үшін айтатыным, жүре бермей, мысалға, анау қалай болады екен, мынау қалай болады екен деп уақыттарыңызды өткізбей, бір 10 мың теңге болса да бастап кетіңіздер. Мысалы, маған көп кісілер шығады да, мен осы Wildberries-пен бизнес бастасам, Каспимен бизнес бастау үшін маған қанша ақша қажет деген сияқты сұрақтар айтады да. Олар ойлайтын сияқты да, бизнеске алдымен кем дегенде бір 1 миллион теңге, 100 мың теңге ақша тауып келу керек деп. Жоқ, бизнесті ақшасы бар адамдар жасамайды. Ақшасы жоқ адамдар ақша табу үшін жасайды. Ақшасы бар адам не істейді? Ақшасы бар емес па, оған бизнес жасап не керек? Сол үшін айтатыным сіздерге, ақша қанша керек деп іздеп жүрмеңіздер, кредит алып керек дейміз әше. Сіз қанша бизнеске қанша көп ақша саласыз, сонша банкрот боласыз. Бизнес дегенім тауар, мысалға. Сол үшін нөлден бастаңыздар. Нөлден баста дегенде, нөлден бастауға енді әрине білім керек. Білім керек, Сіз көп ақша салып, бизнеске банкрот болған жоқсыз ма? Жоқ, наоборот, сол ақшаңызды білімге салып, сол білімменен біліп істеп, бірден 2 шығарып, 2-ден 3 шығарып, көбейткен жақсы ма? Сол үшін де мен мысалы 2017 жылы өз бизнесімді бастап кеттім дедім ғой. Мен құрдан құр бастап кеткен жоқпын да, мен ол жерде менде білім болды. Жаңа айттым ғой, 2014-тен бастап уже бизнес саласында жүрдім, үйрендім Қытайлардан деп. Барлығын үйрендім, олар не істеп жатыр, бірге бір қостым соны. Соның барлығы менің білімнің барлығынан болып тұр да. Өйткені менде ол кезде ақша болған жоқ сала қоятын. 80 мың теңге зарплата квартирама да жетпейтін еді да. Сол сияқты
көп кісілер жаңа дайректте жазып атады ғой, қанша ақша керек, не істейін, қанша табайын, кредит алайын ба деп атады да. Жалпы неге Қытаймен бизнесті үйретіп бастадым, сол жайында айта кетейін, иә. Себебі мен өзім 2017 жылдан бастап Қытайдан Қазақстанға менің таныстарыма, маңайдағы WhatsApp-тағы адамдарыма тауар әкеп беріп жүрдім. Осы ұсақ-түйек тауарларды сатып жүрдім. Ол кезде вообще офис ештеңе болған жоқ, онлайн жасап жүрдім, иә. 2018 жылы мен уже өзімнің офисімді ашып, логистикалық компаниямды құрдым. Сол кезде мен тауар әкеп беріп жүрген менің жаңағы клиенттерім, таныстарым не істеді? Олар маған ұсыныс қоя бастады. Біз сен арқылы емес, тікелей зауыттан алсақ, біз зауыттың бағасымен алсақ тауарды деген сияқты. Сол сияқты сұрақтарға келе маған мынандай ой келді да, шынымен мен бұларға қашанға үстіп логистика жасап беріп отырам, қашанға бұларға 1688-ден тауар қарап уақытымды кетіріп отырам, олшы өздеріне үйретпеймін ба? Мен бұларға дайын асты ауыздарына салмай, балық бермей, қармақ бермеймін ба, сол балықты аулап жейтін деген сияқты ой келді да. И мен оларда клиенттерімде маған сенімен қара, сен қытайша білесің, сайтты уже бұрыннан бері жасап жүрсің, өзің сояқтан келгенсің, бізге давай үйретсейші деген сияқты сұраныстар арқылы мен уже 2018 жылдан бастап осы Қытаймен бизнесті үйретіп бастадым. Бұл жерде маңызды нәрсе сұраныс болды. И одан кейін жаңағыдей жаңағыдей адамдарға үйретсем, ары қарай уже өздері жасап кетеді. Маған да жеңіл болады, и оларға да пайдалы болады деген сияқты мен оларға үйретіп бастадым. Қытаймен бизнес дейді. Так, өте керемет. Сол себепті мен Қытаймен бизнесті 2018 жылдан бастап үйретіп бастадым. Жаңа мен сіздерге көрсеткен, ол менің студенттерім нәтиже шығарған. Так. Енді қараңыздар, бұл менің клиенттерімнің отзывтары. Сол кезде менің курсымды оқып, табыс тауып, өздері тікелей Қытайдан өздері еш посредниксіз тауар алу арқылы уже маған не істей бастады. Мына жерде көп кісілер айтуы мүмкін, бұл кім соғырдайын, сондай адамдар оқытатын, білетін деген сияқты. Жаңадай қысқаша ақпарат бере кеттім өзіміз жайында. Сол арқылы мен сол кездің өзінде жалпы 5000-нан артық адам оқытып тастаппын. Ол жерде мысалы офлайн оқығандары бар, онлайн оқығандары бар, марафонымды үйренгендер бар, ютубтағы сабақтарымды, тегін сабақтарымды оқығандары бар деген сияқты. Вообще есептеп көрдім, бүгін 5000-нан асып кетіп, мен ойлап жүрген бір 2000 шығар деп, бірақ мен нақты сан айтсам 5000-нан асып кетіпті. Менен оқытып шығарған, осы Қытаймен бизнесті оқытып шығарған менің шәкірттерім. Олардың ең аз дегенде түк істемеді дегендердің өзі Инстаграмда интернет-магазин арқылы тауар сатып, кемінде 200 мың, 300 мың теңге табыс тауып отыр, И жақсы дегендері барахолкада, мысалы, жаңағы бутик, мұсылманский рәтта, жаңағы мұсылманский тауар сататын менің барахолкада оптовиктерім бар. Оларға мен тікелей Қытайдан сол тауардың сыртқы коробкасын, бутылкаларын, ішіндегі сұйықтық заттарын бәрін алдырып берем. Алдырып беруді үйреттім, басына мен арқылы алдырып жүрді, артынан өздері алды. Олар дейтін оборотының өзі тіпті бір айдың өзінде, білмеймін, 100 миллион теңгеден артық бар. Өйткені олар тек Қазақстанмен жұмыс жасамайды, Қырғызстан, Өзбекстан, Монғолия, Россия, бүкіл жерге тауар шығарады олар. Вот, қараңыздар, Ал енді тендермен айналысатын кісілер бар. Тендермен айналысатын, мысалы, Қарағанды қаласынан Сәкен деген мырза бар, ол кісінің бір алдырған кезде 3,5 миллион табыс тауып отырады бір заказдың өзіне. Солай тендермен айналысатын, бутик ашатын, және үйде отырған аналар бар. Үйде отырған аналардың 300 мың мен миллион теңге, миллион жарым теңге солай табады олар табысты. Қалай дегенде мен оларға тікелей зауыттан тауар алуды үйретіп беріп қойдым. Олар қазіргілердің өзі Қытайдан тауар алдырады, Уалберіске, Каспийге салады, сатады, все отырады. Мына жерде логистикасын біз жасап береміз Алматыдан. Өйткені сіз Шымкентте, Ақтауда, Астанада болатын болсаңыз, сіз Уалберістің склады Алматы мен Астанада ғана ғой. Сіз апара алмайсыз, мүмкіндік жоқ. Ал біз не істейміз? Біз соларға үйреткеннен кейін бізде жаңағы логистикалық жаңағыдай қызмет бар, доставка қызметіміз бар біздің. Яғни именно бізден курс оқығандарға заказдары болса, біз соны складқа жеткізіп береміз. Еще біздің Алматыда алдырып қойған жақсы өтетін тауарлар бар. Именно Уалберіс пен Каспийде.
соны ол кісілерге каталогын береміз, олар қарайды, тауарын салады, заказ болған кезде бізге айтады, мынаны Wildberries'тің складына сатыста, мынаны Шымкентке салып жер, мынаны анаға салып жер деген сияқты. Біздің логистикалық қызметіміз бар. Өте жақсы тиімділік жаратып қойғанбыз бұл жерде. Себебі біз оларға үйреткеннен кейін не істесең өзің біл, туысыңды табасың ба, не істесең деп тастамаймыз ғой. Бізде де жауапкершілік керек та. Оның біздің курсты оқығаннан кейін, бізден үйренгеннен кейін ары қарай ол одан қолданып істеп, тауып кету керек та. Ары қарай мүмкіндік болу керек жұмыс жасауға оған. Соның барлығын біз жағдайын жасап қойдық, Сол арқылы олар уже үйде отырған аналар, мұғалімдер, жұмысшылар, кез келген зарплатқа жұмыс істейтін, вообще жұмысы жоқ немесе бизнес жаңадан бастап жүрген адамдар солай жасап жатыр. Wildberries Каспи туралы мен қазір айтатын боламын сіздерге. Қазір мына жақта түсінбей жатқан адамдар болуы мүмкін да, ол не нәрсе деген сияқты. Мен енді қазір сіздерге жетістіктермен бөлісе кетейінші, мына жерде бар екен. Жалпы менің жетістіктерімді айтатын болсақ, Аллаға шүкір деймін. Сіздерге мотивация болсын деп айтып жатырмын, енді әйтпесе мен жетістіктім сіздерге ешқандай бір қажеті жоқ қой. Мотивация болсын, мен 2022 жылы мен Алланың қалауымен Алматыдан 3 бөлмелі үй алдым. Ол үй алудағы мақсатым Қытайдағы туысқандарымды Қазақстанға көшіруге әкелу мақсатында болды. Яғни анашымды Алланың қалауымен 2022 жылы 2 айдың алдында Қазақстанға көшіріп әкелдім. Мынау мен күтіп алғандағы, құшақтасып жылап жатқандағы, оңай ма 7 жыл көрмеген біз, Өте сол кездегі видеоны Алла қаласа Инстаграмға салатын болам, көрсеңіздер жандарыңыз түршігеді, өте прям көрістік қой. И Алматы қаласынан 3 бөлмелі пәтер алып бердім мамаға. И сіңілімнің оқуына не істедім, көмектестім. Және де ағамның бүкіл қарыздарын қайтаруға көмектестім. Яғни мен осындай осы Қытаймен бизнеспен, Wildberries Каспимен айналысу арқылы осындай өзімнің арман мақсаттарымды орындауға, үй алуға, жағдайымды жасауға ақша тауып жатырмын. Мен тауып жатырмын, значит, сіз де таба аласыз, Мен де өйткені қарапайым бір отбасынан шыққан қызбын. Алматыға келгенде ешкімім жоқ, ешқандай қалтамда ақша жоқ, ешқандай бизнесім жоқ, таныс тамыр ештеңе жоқ. Келгем. Бір қара сумкам бар, әлі тастамайым, соны ырымдап қойып қойдым. Сол қара сумкаммен келгем, ішінде 2 тал кофта, 1 шалбармен келгем. Вот қазір Аллаға шүкір да, міне 3 бөлмелі квартирам бар, өзімнің бизнесім бар, онлайн бизнесім, офлайн бизнесім бар. Және де міне армандарымды уже біртіндеп іске асырып жатырмын. Бұның барлығы білімнің арқасы, білімнің. И қайтпай істей берудің арқасы ғой. Ойланбастан шешім қабылдаудың арқасы деп айтам. Өйткені мен бірден келген кезде ештеңем жоқ, вообще ақшам жоқ кезде мен жеке бизнес жасаймын деп шештім ғой. Ақшам болмаса да, өз-өзіме сендім дегенде тәуекел еттім да, бірдеңесі болар, сатып бастайыншы деп. Сол сияқты қазір ойланып отырған, мысалы, бірдеңе бастайын деп 2 жыл, 3 жыл әлі уақытын жүргізгендер үшін мен айтам да, менде де кезінде солай болғам. Сол үшін еш ойланбастан бірдеңе жасау керек болса, оқу керек болса, оқыңыз, біліміңіз жоқ болса, жасау керек болса, жасаңыз, тауар сату керек болса, сатыңыз. В общем, бизнеске бір басыңызды салып алыңызшы, бір кіргізіңізші, соны ары қарай жолы өзігінен ашыла береді. Ары қарай өздеріңіз барлығын біліп, үйреніп істеп кететін боласыздар, Ал енді сіздерге жалпы Қытаймен бизнес арқылы тікелей Қытайдан Қазақстанға тауар әкеліп, Wildberries пен Каспимен сатып, қанша табыс табуға болатынын есептеп берейін. Мысалы, мына жерде сурет толық көрінбей тұр, бірақ мен ауызбен айтып түсіндірейін. Мынау электронды самокаттың Қытайдағы бағасы Қазақстанға келуімен 70-80 мың теңге болады. Бұның Каспидегі бағасы 244.990 теңге екен. Енді Қытайдағы бағасынан алып тастайтын болсақ, бұған Каспиге 174.990 теңге маржа қосып қойып салыпты. Сонда бір самокаттан 174.990 теңге пайда тауып отыр Каспиден. Қараңыздаршы, бұл тек қана Каспи, Егер оны Wildberriesке салатын болса, спокойно 350 мың, 550 мыңға сатылады. Неге? Өйткені Wildberriesте шетелдегі 6 мемлекет бар. Шетелдегі 6 мемлекетті олардың тұтыну көзқарасы өте жоғары құндылығы. Олар жақсы нәрсені, қымбат нәрсені қолданғанды ұнатады. Бай деген сөз ғой бұл ешқанда. Сол үшін оларға спокойно 1-2 есе баға қойып сата бересіздер, Енді қараңыздар, есептейік. 174.990 теңгелік электронды самокаттан бір айда 10 штук сататын болсаңыз, сіз құр 10 штук сататын болсаңыз, 1.700.000
49.990 теңге табады екенсіз. Ал егер 103-тік сататын болсаңыз, 17 миллион ба қанша? 17 миллион деп айтайық, жарайды. 17 миллион 499 теңге, 4990 қанша? 49.990 теңге табады екенсіздер, иә? Сол сияқты мынандай баума машина бар, кішкентай балалар электрон машинасы. Бұның Қытайдағы бағасы 498 юан, яғни 45 мың теңге. Енді бұның Қазақстандағы бағасы мына жерде 267 мың теңге екен, иә? Енді баға айырмашылығы 222.850 теңге екен. Енді бұл машинадан айына құры 13 штук сататын болсаңыз, 13 штук сатсаңыз, сіз бұл жерде 2 миллион теңге табады екенсіз. 13 штук сатсаңыз. Мына машинадан 13 штук сату деген оңай ғой, Каспиге сап қойсаң деген. Білмеймін, бір 2-3 күннің ішінде 4-5 өтіп кетеді, иә? Бір ай, ойлаңызшы, бір айда сіз жоқ дегенде 20-30 штук сатасыз. Мінекей, ойлай беріңіз, қанша табыс табасыз, иә? Сол сияқты бұл жерде Wildberries пен Каспимен айналысу үшін, Қытаймен бизнес үшін не үшін маңызды, өйткені келеді. Кішкене тұтырайық. Естіліп тұр ма менің даусым? Так. Даусым естіліп тұр ма? Даусым естіліп тұрса, естіліп тұр деп жаза кетіңіздерші, жаңа бір не кеп қалды да, звонок содан. Қатып қалды дейді. Біреу звондап қалды ғой, енді естілді. Бәрі нормай ғой, жалғастыра берейін, иә? Так, жаңа айтып өттім ғой, сабақтың соңында мен сіздерге арнайы бонус кітапшамды беремін. Және де Wildberries пен Каспиде ең жақсы өтетін тауарлардың тізімдігін беретін боламын. 10 түрлі тауардың тізімдігін беремін, иә? Содан кейін қараңыздар, не айттым жаңа? Жалғастыра берейін ары қарай. Енді қараңыздаршы, Wildberries айтайық, иә? Wildberries дегеніміз не? Wildberries дегеніміз ол маркетплейстер, яғни мүмкіндіктері. Біздің шәкірттеріміздің, яғни мысалға тауар салатын, яғни бизнес, үлкен сауда алаңы. Ол жерде 6 мемлекеттен астам мемлекетке сіз тауар сала аласыз, тауар сата аласыз. Қазақстанда отырып, Шымкентте отырып, Ақтауда, Атырауда отырып, бүкіл шетелге тауар сата аласыз, иә? Ол жерде 180 миллион адам, клиент қолданады ол жерде. 180 миллион клиент, ойлаңызшы, иә? Көп па? Өте көп, иә? Енді қараңыз, Wildberriesті үйде отырған ана, яғни үйде отырған ана 2004 жылы декретте отырған ана Wildberries деген сайтын жасаған. Мысалы, менде Alishop деген магазин болатын болса, интернет, мен содан Alishop деген бір сайт аштым ғой, сол сияқты ода бастап солай ашқан кішкентай сайт, иә? И ары қарай уже дамып кеткен, иә? 2000 ойлаңыз, 2004-тен бері қаншама жыл өтті, не үшін именно биыл өте сұраныс болып кетті? Себебі Россиядағы соғыс, кризис, солардың барлығы өте қатты әсер етті. Россияда уже тауар тапшы қазір. Не салсаң да өтеді ғой қазір. Просто салып қойдым мен кеше бір скидкаға тауарды. Прям заказ деген былай түсіп жатыр ғой. Мен Инстаграмға, сторисқа сап қойдым ғой, қазір мына жерде маған деп не айтып жатыр мынау, рас па деп айтып жатқан кісілер, историяға сап қойдым, көрсеңіздер болады мен қалай заказ алып жатқанымды, иә? Страшно, алдында менде тоже бір тауарды қателесіп салып қойғам, бағасы қате кетіп қалған. И азанда қарасам, маған сразу 19 заказ түсіп тұр ғой. 19, өзім шоқ болдым, иә? Солай маған заказ көп түсіп, мен табыс тауып жатқанда қалайша мен басқаларға үйретпеймін, қалайша бөліспеймін. Өйткені қазір білім беру деген нәрсе, ол шариғат бойынша болатын болса, сіз білім беретін болсаңыз адамдарға, мәнсап үшін емес, адамдар үйренсінші, жасасыншы деген ниетпен беретін болсаң, көмектесу мақсатында берген білімнің сауабы өте мол екен. Мен оны білген кезде вообще қазір біреуге үйреткім келіп тұрады ғой. Кіммен біреумен кездессем де белгілі бір адамдармен прямо ақыл айтып кетемін ғой, мынаны былай жасасайшы, мынаны былай сатсайшы деп ше. Тегін даже былай кездескен адамдарға, туыс-туғандардың бәрін бизнесмен қылып жіберетін сияқтымын ғой. Қазір менің статусымды 4-5 жыл қарап отқан кісілердің өзі қазір уже бизнес бастап кетті ше. Қарап отырсаң, вообще бизнестен хабар жоқ адамдарды. Мен кейде ойлаймын да, мен оларға кішкене болсын әсер жасағаныма, кішкене болсын оларға бір жол көрсеткеніме, кішкене болсын түрткі болғаныма, мен себепші болғаныма, өз-өзіме андай себепші болғаныма қуаныштымын да.
шынымен менің себебіммен ол бірдеңе бастап, бизнес бастап кетсе, мен оған қуаныштымын, өте қуаныштымын. Сондай бір жақсы нәрсеге сенің себебің тиіп қалған болса, ол үлкен сауап емес па, иә? Сол үшін де мен сіздерге қазір елдің бәрі осымен ақшаны қырып тауып жатыр, иә, сіздерге себепші болғым келеді. Сіздер менен ғана емес, қаншама адамнан естіп жатсыздар, иә, баста, жаса, үйрен дегенді. Бірақ мен сіздерде қазір осы жерде отырған адамдардың бір жоқ дегенде 10%-інде себепші болып, менің айтқаным бойынша шынымен олар бастап кетсе, табыс тауып кетсе, дамып кетсе, мен ол үшін ол маған өте үлкен сауап. Біріншіден, екіншіден мен оған ол үшін кішкене қазір адамдар негізі сіздер білесіздер ма, біреуге көмектескен кезде үлкен мотивация болады ғой. Адам өз-өзіңе деген бір нең артады да. Сол сияқты. Так, енді мына товар чайник, білесіздер, чайниктің Қазақстандағы бағасы 1700 теңге, Wildberriesте 10.603-тік сатылған, оның таза пайдасы 13.356.000 болған. Ол жерде жаңағы Wildberriesті тартып қалатын пайызы бар логистикалық әне-мынасын бірақ шығарып тастадық. Сол кезде таза пайда 13.356.000 теңге болды, иә. Енді қараңыздар, шу кейбір кісілер айтып жатады маған, Wildberriesте не сатуға болады деп. Wildberriesте нәски де сатуға болады, керек болса. Нәски, чайник, киім-кешек, электрон тауарлар, блендер, мясорубка, ваплинца, кез келген зат сатуға болады. Мен нәски сатып 17 миллион тапқан. 17 миллион тапқан дегенді мен естіген кезде шоқ болдым ғой. Мен нәски сатуға да бола ма депші. Әшес, Wildberriesте кәдімгі мына 1688 білесіздер ғой, Қытайдың 1688 сайт. Сол сияқты сайт екен да, ол жерде деген тырнақалғыш түймедей заттан бастап түйедей затқа дейін бәрі бар екен да. Яғни сіз мебель де сата аласыз ол жерден. Сіз ол жерде нәски, стройматериалдары, чеге, не бар, прям бәрін сата бересіз ғой. Любой зат сатуға болады ол жерден. Просто кішкене жақсы өту үшін жақсы өтетін тауарларды іздеу керексіз. Мысалы, стройматериалдардың ішінде де бәрі өте бермейді, оның ішінде ең жақсы, ең бір хит болып жатқаны өтеді да. Мысалы, ыдыстардың ішінде именно осы чайник жақсы өтеді да, басқасы емес. Нәскилердің ішінде именно осы ақ нәски жақсы өтеді деген сияқты ғой. Соны зерттеу керексіздер да. Біз оны үйретеміз. Я. Маркетплейстерге ИП арқылы тіркелесіздер. Жалғасы мырза, сіз курсқа қатыстыңыз ғой. Бұйыртса, сол жерде барлығын үйретеміз, я? Так, енді қараңыздар. Каспиде не сатуға болады? Каспиде де тоже бәрін сатуға болады. Не қараңыздар, Каспиде ең жақсы өтіп жатқан сумканы көрсетейін сіздерге. Міне, мына сумка өте жақсы өтіп жатыр. Бұның Қытайдағы бағасы мына жерде 2001 теңге, Wildberriesте 15.000 теңге. Wildberries емес, Каспиде де сумка сатуға болады. Ойлаңыздаршы? Я? Қазір адамдар Каспиге аяқ киім, брендовый аяқ киім әкеп сатып жатыр. Қараңыздар енді, мен тек қана ол жердегі табыстар емес, өзімнен оқып шыққан живой табыстарды көрсетейін. Ақерке ханым Шымкент қаласынан, ол кісі белгілі бір курсты оқыған, бірақ ол жерде ол кісі вообще Каспий магазинге кіре алмаған. Біздің курсқа келгеннен кейін бірінші күні Каспий магазиннен объявление алды, тіркеп алды. Екінші күні тауарын салып, 5 сағаттан кейін заказ алып, табысы уже бір аптада 287.000 теңге табыс тауып отыр. Ал енді мына жерде Айжан ханым үйде отырған ана, ол да тоже хит тауарларды салып, сатып, айна 1 миллион теңге табыс тауып отыр, иә? Ойлаңыздаршы. Бұл жерде бұлар нені үйренді? 1688 үйренді, Қытайдан тауар алдыртты, Wildberriesке, Каспиге тауар салды, сатты, е? Қараңыздар. Бұл нақты живой. Енді мына жерде Ерғанат мырза Ақтөбе қаласынан, 1688 сайтын үйренді, ол мемлекет қызметкері, тендерлерге қатысты, және де өзіне 2 бутик ашты, жұмысында істеп жатыр, зарплата жұмысында еще и офлайн бутик ашып, басқаларға беріп қаратып қойды, еще айына 80.000 теңгеден 1 миллион теңгеге өсті табысы. Бұл ненің әсері? Бұл оның 1688 сайтын үйренгендігінің әсері болды, я? Сразу уже батыста қазір тауар, мысалы, Қазақстан, Алматыда бар тауарлар о жақта қымбат қой. Ол не істеді? Алматыдан емес, вообще Қытайдан алдырып жатыр да қазір. Бұл кісі даже менен 2018 жылы оқыған, ойлаңызшы. Сол сияқты, бұл жерде мен табыс табам ба, ол шын нәрсе ма, өтірік нәрсе ма деген кісілерге нақты живой пример көрсетіп жатырмын. Енді сіздер осы нені жасау үшін не істейсіздер?
Біріншіден 1688 сайтына өздеріңізге қажетті заттарға заказ бересіздер. Сіздер заказ бергеннен кейін, мынау біздің Қытайдағы Иу қаласындағы складымыз, біздің жұмысшы жерде складта істейтін адамдар бізге тауар сап беретін. Осы складқа тауарларыңыз кеп түседі. Түскеннен кейін бұл кісілер упаковка жасайды. Көрдіңіздер ме? Прям өте мұқият тұр ғой, тауарлардың сыртын бәрі упаковка жасалған. Кейбір кісілер айтады, сынып қалмай ма, жоғалып кетпей ма, ертең өтірік па, шын ба, өзі келе ма зады тауарымыз деп атқан кісілерге жауап. Міне қараңыздаршы, как положено штрих-кодтарын жапсырып, сынатын заттарыңыздың сыртына ағаш ұрып, прям күштілеп упаковкалап жібереді Қазақстанға. Біз ешқандай жоғалмайды ол жерде. Түсіндіңіздер ма? Жоғалса төлеп береміз, сынса төлеп береміз. Уайымдамаңыздар. Просто біз 2017-тен бастап уже тауар алдырып жатырмыз ба? Қазір уже қанша 2017 жылдан бері 5-6 жыл болып қойды ғой. Сол үшін уайымдамай, заказдарыңыз болса алдырып, немесе өздеріңіз тікелей тауар алуды үйреніп бастап кетсеңіздер болды. Ешқандай проблема жоқ бұл жерде, иә. Егер сенімсіздік болатын болса, мен Инстаграм басынан аяғына дейін бір ақтарып шығыңыздар. Біздің бұрыннан беріге жұмыс тарихтарымыз бар сол жерде, отзывтарымыз бар, иә. Содан кейін Алматыға келеді, Қытайдан Алматыға келгеннен кейін біздің шәкірттеріміз не істейді? Жаңағы Wildberriesке, Каспийге салады тауарларын, заказ болғаннан кейін бізге айтады, біз солардың складтарынан жеткізіп береміз. Егер Алматыдағылар болатын болса, өздері сразу алып кетеді да, заказдары бойынша складтарынан жеткізіп береді. Осы үш басқыш арқылы табыс табуға болады, иә, Wildberries, Каспий, Қытаймен. Так, енді сізге ешқандай маркетинг, қазір осы Wildberries пен Каспий келгеннен бері 2022 әсіресе ешқандай маркетинг керек емес. Шомбайдан барып маркетинг оқу керек емес, басқа SMM оқу керек емес, сайт жасау керек емес, еш нәрсе керек емес сізге. Не керек? 1688-ді білу керек. Wildberriesке тауар енгізіп, заказ беріп, заказ қабылдап білу керек. Каспийге тауар енгізіп, заказ қабылдап білу керек. Болды, все, ештеңе керек емес басқа. Түсінікті ма? Бұрынғыдай бутик ашпайсыз, склад ашпайсыз, вообще бір жерге аренда төлемейсіз, иә? Просто қандай тауар сату керек, оны қайдан алу керек, оны магазинге қалай енгізу керек, оны заказды қалай алу керек. Соны үйренсеңіз ғана жеткілікті сізге. Wildberries, Каспийді үйренсеңіздер жеткілікті. Қазір сіздерге айтайыншы, даже ноутбукте керек емес. Кейбір кісілер айтып отыр ғой, ойбай, ноутбук алу үшін де біраз ақша керек қой деп. Вообще керек емес ноутбукпен. Білесіздер ма? Қазір Wildberriesте соткамен тауар енгізіп, скидкасын салып, тауарды енгізіп, фотосын жүктеп, заказды қабылдай беруге болады. Wildberrieспен. Мен мысалы сыртта жүрген кезде Wildberriesті заказды соткамен қабылдай берем, соткамен тауар енгізе берем. Даже ноутбуктың өзі керек емес. Сіз керексіз, білім керек, соткаңыз керек, интернет керек. Все болды. Басқа ештеме керек емес, иә? Бұл жерде қараңыздар, ниша табу керексіз. Яғни біз сізге қалай нишаңызды, қай тауар сатқан дұрыс, сіздің орналасқан районыңызға ерсіз бе, әйелсіз бе, неге қызығушылығыңыз бар, соған қарай таңдап береміз нишаңызды. Өзіңізге айналысқыңыз келетін болатын, қызығушылығыңыз бар ниша болу керек. Мысалға айтатын болсақ, балалар киімі, иә, мысалға ата-аналар болатын болса, ыдыс-аяқтар әйелдер болатын болса, ер адамдар болатын болса, жиһазбен айналыссаңыздар болады, иә? Жиһазбен, стройматериалдармен, машинаның заттарымен, иә? Бұл жерде сізге бірінші керек ниша таптыңыз, мына тауар сатам деп. Мен мысалы балалардың киімі сатам деп таптым. Не істеймін енді 1688-ден соны тапсырыс беруді үйреніп аламын да 1688-ге тапсырыс берем. Сосын 1688-ден Алматыға келеді. Алматыға келгеннен кейін біз бүкіл қалаларға уже жеткізіп береміз, иә? Немесе сіз Алматыдан уже складтан алып кетесіз, басқа жаңа Wildberries, Каспийдегі клиенттеріңізге жіберіп береміз. Осы нәрсе керек сізге. Яғни бұл сіздерге бүгінгі айтайын деген Wildberrieспен айна үйде отырып кемінде 500 мың теңге табыс табудың 3 қадамы осы. Ниша табу керексіз, 1688-ді үйрену керексіз, тауарыңызды Wildberriesке, Каспийге жүктеп, просто жүктеуді білу керек, сатуды емес, жүктеуді, тауар енгізуді. Мына кнопканы басасың, атын былай жазасың, характеристикасын былай жазасың, мына кнопканы бассаң, все болды. Сенің тауарың Wildberriesке, Каспийге енгізіледі. Десең, сіз енгізсеңіз болды, ол жерде Wildberries пен Каспий өзі сатады, иә? Өзі көрсетеді клиенттерге. Сіз просто заказ аңдып отырасыз, қашан түседі деп. Болды, все. Осы 3 қадам сіздің жасауыңыз керек, иә? Так, енді қараңыздар, нишаны таптыңыз, 1688-ге тапсырыс бердіңіз.
Алматыға келді тауарыңыз, иә, Wildberriesке, Каспийге салдыңыз, сосын сізге уже табыс түседі, иә, заказ түскеннен кейін. Иә, жүктеп алғаннан кейін. Енді не істейсіз? Бұл схеманы маман үшін мықты программа, жаңағыдай программист болу керек жоқ. Мысалы, кейбір кісілер айтады, мен ноутбук білмеймін, бұл сайттарды білу үшін де кішкене адамның бейімі болу керек шығар, программист болуымыз керек шығар деген сияқты, иә. Ондай болу керек емес. Программисттің өзі істемейді бұны. Бұған не керек? Тек қана телефонменен мықты сенім керек сізге, өзіңізге. Бірінші Аллаға сенесіз, тәуекел етесіз, болды, ары қарай уже істейсіз. Телефонменен бір Аллаға сеніп тәуекел ету керек. Сол ғана керек, басқа ештеңе керек емес. Программист те болу керек емес, ноутбук те керек емес, ештеме керек емес, иә? Енді қараңыздар. Менің басқа қыз-келіншектерге, азаматтарға жаңағыдай ешқандай артықшылығым жоқ. Қазір мен айтып отырмын ғой, үй алып жатырмын, армандарымды орындалып жатырмын, Wildberries пен Каспиймен тауар сатып жатырмын, үйретіп жатырмын деп. Менің сіздерменен ешқандай артықшылығым, айырмашылығым жоқ. Иә? Екі қол менде де бар, екі аяқ менде де бар, бәрі бірдей да сіздермен. Тек ұқсамайтын бір жерім бар, ол менің мышленем. Яғни мен жақсы ойлай аламын. Мен мысалы бір нәрсеге тәуекел ете аламын, бастайтын болсам, жақсы ойлай алам да, мен мынаны бастасам, бұйыртса Алла қаласа деп бір Аллаға тәуекел етем. Сіз Аллаға тапсырып тәуекел еткен нәрсе міндетті түрде нәтижесі болады, иә? Әрекет етесіз, нәтижесін Алла Тағала береді. Сол үшін менің мышленем, сенімім және де тәуекелшілдігім бар. Сол ғана. Сол үшін сіз өзіңіздің миыңызды, ойлау қабілетіңізді өзгертіп, сылтауларменен өзіңізге кедергі жасай бермей. Мышлениеңізді өзгерттіңіз, бір Аллаға сеніп тәуекел етіп бастап кетсеңіздер, сіздер де мен сияқты жұмыс жасай аласыздар. Сіздер де мен сияқты армандарыңызға жетіп ақтап аласыздар, иә? Бұйыртса. Осы инструменттермен берілгеннен кейін сіздерге үлкен ақша табу үшін керек ол мышление, жаңа айтып өттім. Мысалы қанша арқылы жасасаң да, мысалы базарға барып табыс табу үшін мінез керек, мысалы. Базарға барып табыс табу үшін мінез керек, иә. Базарда қасқырлар бар ғой, қалың. Сіздер сенесіздер ме, мен де базарға барып жұмыс жасап көрген, бірақ мен бір апта ғана шыдадым, шынын айтайын. Бір апта ғана шыдадым. Базарға мен деген шыдамды адам ғана тұра алады екен. Мен базарға шыдамайды екем. Яғни менде ондай прям үлкен мінез жоқ екен да. Адамдармен бәсекелесіп бүйтіп, ана қалың базардағы адамдармен бүйтіп тұратын. Шыдамадым, шынды айтайын. Еще ыстық, күннің ыстығында деген, күнде келесің, киімің кешке шейін кірлейді, чаң, ана жерде ыстық. Әше шыдай алмадым базарға. Ол үшін менің білетін білімімді қолданып, онлайн или офисте отырып жұмыс жасаған ыңғайлы екен да. Ал енді сіз ондай ауыр жұмыс істеуге шыдамасаңыз, просто мышлениеңізбен жұмыс жасау керек. Яғни жақсы ойлау керексіз, және де соған әрекет ету керексіз, бәр нәрсеге тәуекел ету керексіз, иә? Так, ары қарай кеттік. Қазір сіздерге сұрақ жауапқа арнайы уақыт бөлетін боламын. Енді нені айтайын мен, сіз қараңыздаршы, иә? Мен осы схеманы сіздерге үйрететін болсам, сіздердің мышлениелеріңізді өзгертетін болсам, және сіздерге кәсіпкердің жұмыс жаңағыдай ешқандай қиналмай, ауыр жұмыс істемей, ақша табуға болатынның жолын көрсететін болсам, Қытайдан қай жерінен тауар алу керек, оны қалай дұрыстап сату керек, Wildberriesке қалай дұрыс саламыз, оны Каспийге қалай саламыз, қалай доставка жасаймыз деген сияқты, осындай онлайн үйде отырып табыс табуға болатын жолды үйрететін болсам сіздерге, иә? Табыс табудың жолын үйрететін болсам, қараңыздаршы, бұл жерде ең біріншісі мен сіздерге үйрететін нәрсем ол 1688. Өйткені бұл 1688-де ең бірінші тауар керек сізге, иә? Ең бірінші тауар керек, жаңа айттым ғой, ниша деп. Бұл 1688-де ең біріншіде мен сіздерге 1688-ді соткаға скачать ету, Қазақстан нөмірімен тіркеу, Қытайдан Қазақстанға тауарды қалай заказ бересің, 1688-де заводтар өте көп, соның ішінде именно сенімді заводты қалай табасың, қытайша білмесең де Қытаймен қалай сөйлесесің, Taobao сайтына қалай тіркелесің, Каспиймен қалай төлем жасайсың, тікелей Қытайдан Қазақстанға менсіз ешқандай делдалсыз тауарды қалай тек қана 50% төлеп заказ қалай алдырасың, соны үйретемін бірінші.
и каргоменен жұмыс жасауды, Қытайдағы складтағы адамдармен жұмыс жасауды үйретемін, яғни ол жерде қазақтар. Енді менің осы курсымды оқып, үйреніп, ең аз дегенде шәкірттерім жаңа айтып өттім, 200-300 мың теңге табыс тауып отыр. Жаңа барахолкадағы автобүйіктер, олардың таза табыстары 40 миллион теңгеден асады, 40 миллион теңгеден асады. Жаңағы немен айналысып отқандар, Wildberries-пен, Каспиймен айналысып отқандар, ең аздары 200-300 мың тауып отыр, 500 мың, миллион, 3,5-4,5 миллион тауып отқан менің шәкірттерім бар. Енді сіздерге сұрақ. Нәтижеге жету үшін менің көмегімді қалайсыздар ма? Осы сияқты, менің шәкірттерім сияқты нәтижеге жетуге менің көмегімді қалайсыздар ма? Ойбай, мен сұрақты қойып алып, мына жерде нені ашпаппын ғой қазір сіздерге. Комментарияны аштым. Осы нәтижеге менің шәкірттерім жетіп жатыр. Енді сіздердің де осы нәтижеге жетулеріңізге менің 9 жылдық тәжірибемен көмектесуімді қалайсыздар ма? Сіздерге сұрақ. Әрине дейді, дейді. Өте керемет. Менің көмегім керек болса, осы өзімнің басқан жолдарымды, өзімнің осы жасап жатқан бизнестерімнің сіздерге үйрету және сіздерге соны жасауға көмектесу керек қалайтын болсаңыздар, әрине, қалаймыз дейді. Өте керемет, түсінікті болды. Онда мен сіздерге қазір ең жақсы бір жолын айтайын. Қараңыздаршы, мынау жаңа мен айтып өткенім. Так, мен жаңағы картинкамды қойып алайын. Қалаймыз дейді, Олай болса, мен сіздерге өзімнің 3 в 1 деген авторлық жобама шақырамын. 3 в 1. Не үшін 3 в 1? Өйткені ол жерде 1688 сайты бар, Қытаймен бизнес бар, Wildberries бар и Каспий бар. 3 в 1 курс. Өте керемет жоба. Бұл жобада бұл жобаны өтіп, оқып, табыстау атқандар жаңа көрсеттім, Ақерке ханым, Айжан ханым, жаңағы Ерғанат мырза деген сияқты тағы да өте көп. Оның бәрін енді сіздерге аттарын бірден бәрін айтып біте алмаймын. Қараңыздар, бұл жоба сіздерге не аласыздар бұл жерден, Біріншіден, осы жобадан сіздер өту арқылы бір айдың ішінде кәсіпкер болып шыға аласыздар. Яғни, тікелей Қытайдан Қазақстанға тауар алдыртуды үйреніп шығасыздар. Курс оқып жүріп те, тікелей Қытайдан Қазақстанға тауар алдырта аласыздар. Еще сол алдыртқан тауарларыңызды Wildberries-ке, Каспийге қойып, сатып, табыс таба аласыздар. Яғни, мен айтып отырмын ғой, мен кешкісін тауар салдым, азанда маған заказ түсіп тұр. Қараңыздаршы, қазір сразу сіз үйрендіңіз, қазір заказ салдыңыз, ертесі азанда сізге заказ түсіп тұрады. Қандай жақсы, Каспийде, қараңыздар, Каспийде сіздерге нені үйретемін? Біріншіден, Каспийде ИП ашу міндетті түрде керек. ИП-ні ешқандай бір жерге барып уақыт кетіріп керек емес. Үйіңізде отырып 2-ақ минутта Каспийден аша саласыз. Біріншіден, Каспийден ИП ашуды үйретемін. Екіншіден, Каспий пай ашуды үйретеміз. Екіншіден, Каспий банк арқылы чет ашуды үйретеміз. Одан кейін жаңағы Каспий пай ашасыз, Каспий рет ашасыз. Еще Каспий пай арқылы, мысалға, Каспийдің қосымшаларын тіркейсіз тікелей, және де Каспийге тауар енгізуді үйренесіз. Жаңа Қытайдан алған тауарыңыздың фотосын, видеосын дайындап, қалай жаңағы неге Каспийге жүктейсіз, сосын Каспийден жүктегеннен кейін заказ түседі ғой сізге. Сол заказды сіз қалай қабылдайсыз? Қабылдағаннан кейін Каспийдің склады бүкіл қалада бар ғой. Сол складқа қалай жеткізесіз? Каспийдің негізі 3 доставкасы бар. Яндекс доставкасы бар, ол тез жеткізеді, сіздің үйіңізден келіп алып кетеді, немесе складтан келіп алып кетеді. Өзіңіз апарып бересіз, немесе Каспийдің жаңағыдай 3 түрлі доставкасы бар, сол доставкамен қалай айналысамыз. Соны үйретеміз. Еще Каспийге қандай тауарлар салған дұрыс, қалай Каспийдің сатылымын арттырамыз. Жалпы Каспий магазинді ашып, табыс табуға дейінгі қажетті сұрақтар мен білімдерді полный үйреніп шығасыз, Және де Wildberries, Wildberries-те мен
қалай Wildberries дүкенін жаңағы ең алды Каспи Wildberriespен айналысу үшін де тоже ИП керек, иә. Сіз Wildberriespен Каспиге тек бір ИП ашсаңыз жеткілікті. Сол ИП менен Wildberriespтің ең бір жақсы жері, сразу ИП ашқаннан кейін Wildberriespтен магазин тіркей аласыз. Wildberries кез келген адамға одобрение бере береді. Ол жерде Каспи сияқты сіз бір ай, бір апта күтпейсіз. Wildberries сразу одобрение береді. Қазір тіркедіңіз бе, сразу тіркелесіз, иә? Ол жерде жаңа айтып өттім Wildberries туралы. Ол жерде 180 миллион адам отыр. Клиент прям тап-таза клиент қой. Еще ол клиенттер қазір тауарға ашығып отыр ғой. Әсіресе Россияның маңайындағылар. Көбінде қазір Россия жақтан заказдар өте көп түседі қаладан маған. Москва ана-мына деп тұрады ғой заказдарым. Сторисқа салдым, негізі көрген боларсыздар. Wildberriesке тауар жүктеуді, Каспи Пай ашуды, жаңағы Wildberries'тегі рубль счет ашуды, сол сіздің Каспиіңізді Wildberries'ке тіркеуді, яғни сіз заказыңыз Wildberries сразу Каспиге ақшасы түседі ғой, соны тіркеуді, еще Wildberries'ке тауар енгізуді, Wildberries'те бар тауарларды, жоқтан тауарларды енгізуді, Wildberries'ке түскен заказды қабылдауды, штрих-код алуды, бар-код алуды, және де Wildberries'ке скидка енгізуді, иә, скидка. Мысалы, сіз Wildberries'ке скидка қоя аласыз да, мысалы 12 рубль деп қоясыз да, 50% скидкамен 6 рубльға берем десең, прям күшті өтеді ғой ана жерде. И соны істеудің барлығын көрсетеміз біз Wildberries'тен, иә. Еще Wildberries'ке кез келген тауарларды сіздер жүктей аласыздар. Мысалы, электрон тауар деп аштыңыз ба, сіз бірақта басқа тауарларды жүктей бересіз. Каспи тоже сондай да. Ол жерге не обязательно тек қана бір категорияда тауар салу деген. Бүкіл тауарларды сала аласыздар ол жерде, иә. Еще Wildberries'ке қалай логистика, біздің логистикамызды қалай қолданасыз, қызметімізді қалай қолданасыз. В общем, 180 миллион клиенттен айына кем дегенде 500 мың теңге табыс табуға дейінгі білімдерді, сұрақтардың барлығын үйрететін 3 в 1 курсты дайындадым. Қараңыздар. Енді қараңыздар, бұл 3 в 1 курс не үйрететін жайлы айттым, иә. Бұл жоба 3 пакеттен тұрады жалпы, 3 пакеттен тұрады. 1688 деген ол бір пакет, 3 в 1 деген ол бір пакет, VIP деген бар, ол бір пакет. Енді бұл 1688 деген пакетте не бар жалпы, е? 1688 деген пакетте полный Қытаймен бизнес бар. 1688 сайтына тіркелу, Қытайдан Қазақстанға тауар алдырту, жалпы Қытай логистикасын білу, нөлден бастап Қытаймен бизнес бастаудың барлық білімдері қамтылған. Бұл 1688 пакетінің ішінде 1688 және Taobao деген 2 сайтты үйретемін. Ол жерде 17 сабақ болады. Еще жеке платформада болады. Еще ол жерде тапсырма болады. Бірінші 1688 пакетінде тапсырма болады. Каталог болады тауардың. Жаңағы складтың контактілері болады. И сабаққа 3 ай доступ болады. 1688 пакетінде сабаққа 3 ай доступ болады. Бұл жерде дайын үйде сабақтар болады. Енді жаңағы 3 в 1 пакетте 1688 сайты, жаңағы Wildberries сайты, Каспи сайты үшеуі де болады. Сол үшін бұл 3 в 1 пакет, е? 1688 Wildberries, Каспи 3 сайта болады. Еще 50 үйде сабақ болады. 50 үйде сабақ. Еще куратор болады, жеке платформада болады, сабаққа жарты жыл доступ болады. Жарты жыл дегеніміз 6 ай, е? 6 ай доступ болады, тапсырма болады, практикалық сабақтар болады, склад болады, біздің жаңағы жеткізу қызметіміз болады, Wildberries'тің Каспидің складына. Жаңа Алишоптың логистикасын қолдана аласыздар. Еще про пакетіне 50% төлемменен Қытайдан тауар алдыртуға болады. Яғни сіз 100 мың теңгенің заказын берейін деп тұрсыз, алдын ала тек қана 50 мың теңге төлеп зат алдырасыз Қытайдан, тек 50 мың теңге төлеп. Қалған 50 мыңын тауар Алматыға келген кезде барып бірақ төлейсіздер. Еще ол алдырған тауарларыңызға тастапқы төлемейсіздер. Бұл про пакетіне беретін өте күшті, мощный, жақсы продукт. Ал енді жаңағы про пакетін айтып өттім, е? Бұл жерде куратор болады. Куратор сізге кері байланыс береді, білмей қалған жерлеріңізді түсіндіреді, айтады, үйретеді. Сізбен 6 ай бойы жұмыс жасаймыз. Яғни сіз осы 3 сайтты алып кеткенше. Так, бұл про пакеті, е?
бұл про пакеті. Енді VIP пакет айтайын. Бұл VIP пакетте полный жаңа курстардың барлығы болады. Яғни 50 видео сабақ болады, Каспи, Wildberries, Қытаймен бизнес барлығы болады. Еще сізге жеке платформада болады, сабаққа 1 жыл доступ болады. 12 ай ғой, 1 жыл доступ болады сабаққа. Сіз 12 ай бойы қайталап көріп, жаттап, бәрін миыңызға тоқып аласыз. Ары қарай бұл жерде даму деген жаңағы менің 2018-ден бастап жүргізіп келе жатқан адамдарды нәтиже шығарған курсымды тегін беремін. Еще бұл жерде не болады? Куратордың қызметі 3 ай сізбен қызмет жасайды куратор. Менеджерлер сізбенен мен өзім болам, VIP пакетте өзім болам. Zoom арқылы разборға шығамыз. Алматтағыларменен 1 рет кездесу болады, иә? Одан кейін басқа қаладағылар да келіп кездессе болады Алматыға. Офлайн кездесу болады. Zoom арқылы онлайн кездесу болады постоянно. Сабақтар, сұрақтардың барлығын сіздің бизнесіңізге разбор жасап, мынау өтпей жатыр ма, онда давай мынаны жаса, давай бутик аш, жоқ бутик керек емес, ананы сат, мынаны сат деп өзімнің 9 жылдық осы басымды анағанды соғып, мынағанды соғып, мынандай жетістікке жетіп, мынандай сүрініп, барлық тәжірибелерімен осы жерде бөлсемін VIP пакетте. VIP пакет, иә, қараңыздар, VIP пакетке қатысқандар Қытайдан тауар алдыртатын болса, тек қана 30% төлем жасап қана алдырталады тауарды. 30%. Мысалы, сіз миллион теңгеге заказ бердіңіз, иә, Қытайға 300 мың теңге төлеп алдырасыз тауарды. Мына біздің Қытайдағы серіктес болған зауытымыздан, серіктес дегенде жаңағы договор жасағанбыз біз зауыттармен. Яғни біз оларға тек қана алдын ала 30% төлем жасаймыз, қалғанын келгенде береміз, иә. Сол сияқты сіздерде осылай жұмыс жасай аласыздар. Осы VIP пакеттегілер тек қана 30% төлеммен 300 мың менен миллион теңгенің затын алдырып, 700 мыңды қолына тауар келген кезде береді. Еще доставка төлемейді. Миллион теңгелік тауарға доставка төлемейсіз. Доставка төлемейсіз. Қазір білесіздер ғой, доставка деген ұшып тұр. Қытайдан тауар алдырам десеңіз 2,5 мың теңге килограммы. Ойлаңызшы, иә, масқара ғой. Сіз деген миллион теңгенің затын алдыратын болсаңыз, 2 килограммына 2,5 мың теңгеменен сіз дейтін ана миллион теңге тауарыңыз 3 миллион болып кетеді ғой. Салмағы ауыр болатын болса. Ал енді біз VIP пакетте оқыған адамдарға вообще доставка алдырмаймыз. Тек қана сол тауарының ақшасын 30%-ын төлеп, келген 70%-ын тауар келгенде төлеп оқи алады. Істей алады, жасай алады. Иә? Еще мен 1 жыл бойы сіз бизнесіңізді алып кеткенге дейін біз сізге консультация бере аламыз үнемі. Сізбен байланыста боламыз, иә? Логистикалық қызметі болады. Так, енді мына жерде бағасы деп жазып жатқандар бар шығар. Жалпы осы 3 пакетке қандай баға бересіздер жалпы сіздер? Бағасын мен айтпай тұра тұрайын. Қандай баға бересіздер? 3 пакетке. Тікелей Қытайдан тек қана 30% төлем жасап, 1 жыл бойы VIP пакетте менімен жұмыс жасап, сіз кемінде 500 мың теңге табысқа шығарғанға дейін жетектейміз да VIP пакетте. Қараңызшы, иә? Кез келген сұрақтарыңызға жауап береміз. Звондап та, Алматыға келіп те сөйлесе аласыз, кездесе аласыз, үйрене аласыз да, қараңызшы. Осы 3 пакет посредник проценті жоқ. Процент жоқ вообще. Про пакет мен VIP пакетін оқығандарға процент жоқ қой, білесіздер ма? Процентіне даже доставка жоқ деп жатырмын ғой мына жерде. Тек қана тауардың про пакетіне 50%-ын төлеп тауар алдырасыз, 50%-ын тауар Алматыға келгенде бересіз. VIP пакетте 30% төлем жасап тауар алдырасыз, қалғанын 70%-ын тауар Алматыға келгенде төлейсіз. Қараңызшы. Жақсы емес па, иә? Ақшаңызды оған салған 50% ақшаңызбенен қалған 50%-ны оборотқа салып Алматыдан Wildberries пен Каспиден тауар сата бересіз да. Ана тауарыңыз келгенше уже біраз тауар сатып айналымға түсіріп аласыз ғой ақшаңызды, дұрыс па? Еще вообще доставкадан алаңдамайсыз. Масқара келген кезде қымбат болып кетпесін, анау деп уайымдамайсыз да. Бұрынғыдай қараңызшы, мынандай тиімдікті кім беріп отыр қазір? Қазақстанда мен деген логистикалық компанияның қайсысы беріп отыр сіздерге? Тауар 10-15 күнде келеді, тез доставка. Ақырын доставка 25-30 күнде келеді. Түсінікті ма? Енді қараңыздар, осы 3 пакеттің бағасын айтып өтейін, иә? 3 пакет. 1688 пакеті и сосын про пакеті и VIP пакеті, иә? 3 пакеттің бағасын мен былай айта салайын ауызбен, себебі мына жерде бағасы шықпай қапты.
ол негізі ноутбуктың презентациясы болған. Енді қараңыздар, бұл 3 пакеттің жаңағы 1688 пакет полный Қытаймен бизнесті үйрететін курс. Ол пакеттің бағасы 3 ай доступ болады дедім ғой, жаңа 3 ай доступ болады полный Қытаймен бизнесті прям Қазақстан номерімен тіркеп, прям Каспиймен төлем жасататындай қылып қолыңызға ұстатып берем. Бірге бір үйретеміз. Яғни өзіңіз ешқандай посредникке пайыз төлемейсіз, біз арқылы жұмыс жасамайсыз, тікелей Қытаймен жұмыс жасайсыз. Прям барлығын тіркеп, складтың адресін қойып, Қытайдағы адам нөмірін беріп, сізге бірақ байланыстырып береміз. Қазір нарықта ондай проблеманы шешетін адамдар аз ғой, дұрыс па? Соның барлығын проблемасын шешіп береміз. Бұл стандарт пакеттің негізгі құны 100.000 теңге болған, бірақ мен бүгін тікелей эфирде осы стандарт пакетке өте жақсы жеңілдік жасағым келіп отыр. Полный Қытаймен бизнес тіркеліп аласыз, Қазақстан нөмірімен ешкімге процент төлемейсіз, тікелей Қытайша білмесеңіз де сөйлесіп тауар аласыз. Прям мен өзімнің 9 жылдық тәжірибемді жілігін чағып майын берем. Қытаймен бизнесті, гарантия берем еще. Бұл пакетті мен тікелей эфирде сіздерге не 100.000 теңгенің курсын, 100.000 теңгеге оққан бар біздің бұрынғы шәкірттерімізден. Соны қазір тікелей эфирде не бәрі 39.990 теңгеге берім келіп отыр. Стандарт пакетті. Ал про пакет, стандарт пакетке 3 ай доступ. Про пакетте Қытаймен бизнес бар, Wildberries бар, Каспий бар. Қазіргі 3 в 1 нарықта 500.000, миллион, 4 миллион, 5 миллион теңге табыс тауып жүрген білімді мен өзім жасап жүрмін, Каспий мен Wildberries жасап жүргеннен кейін сіздерге үйрете алам да. Ол жерде мен табыс тауып жүрмін, сол үшін сіздерге үйрете алам. Соны про пакетінде 6 ай доступ, куратор болады, 50 сабақ болады. 6 ай бойы сіз біздің каргоны да істете аласыз, логистикамызды да қолдана аласыз. Еще про пакетінде де тоже сіз Қытайдан Қазақстанға тауар алуды үйретеміз, өзіңіз тіркеліп аласыз. Одан кейін тауарға 50%-пен тапсырыс бере аласыз. Алдырған тауарыңызға доставка төлемейсіз. Именно біздің заводтар, договор жасаған заводтардан алдырсаңыз тауарды. Ол жерде бүкіл жаңағыдей не тауар, битовой техникалар, жаңағыдей мыңмеліш деген заттардың барлығы бар. Қазіргі өз, общем, Қазақстанда жақсы өтіп атқан, Wildberries пен Каспийде жақсы өтіп атқан тауарлардың барлығы бар ол заводта. Сол про пакетінің бағасы негізгі құны 150.000 теңге пакет, негіз 159.000 теңгелік курс, бірақ мен қазір тікелей эфирде отырып төлем жасаған 3 адамға, про пакетін 3 адамға небәрі 79.990 теңгеге бергім келіп отыр. 79.990 теңге. Қараңыздар. Ол жерде сізбен 6 ай бойы жұмыс болады. Еще сізді жаңағы 50%-пен тікелей Қытайдан тауар алдырта аласыз. Алған тауарыңызға доставка төлемейсіз. Wildberriesке тауарыңызды жүктеп, Wildberries'тің бизнесмені болып шығасыз. Еще Каспийдің бизнесмені болып шығасыз, Өте жақсы емес пе, қараңыздаршы. И VIP пакет. VIP пакетте мен боламын. VIP пакетті полный сізді 1 жыл бойы жұмыс жасаймыз, сізді жетектейміз. Яғни 500.000 теңге, миллион теңге табыс тапқанға дейін Wildberriesке, Каспийге тауарыңызды салатын қып, тікелей Қытайдан тауар алуға логистикасын полный үйретеміз. Одан кейін ол жерде сабаққа 1 жыл доступ болады, заказды 30%-пен алдыра аласыздар, доставка төлемейсіздер. VIP пакетте мен боламын. Яғни бастан аяқ менің жеке консультациям болады, яғни. Zoom разбор болады, Алматыда офлайн кездесу болады, алматылықтарға. Басқа қаладағыларда келіп кездесіп, сұрақтарыңызды қойып, консультация ала аласыздар. Жеке сіздің бизнесіңізбен жұмыс жасаймыз. VIP пакеттің бағасы негізгі құны 300.000 теңгелік курс, бірақ мен тікелей эфирде небәрі 159.000 теңгеге бергім келіп отыр. Тікелей эфирде отырып төлем жасаған алғашқы 2 адамға, Стандарт пакетке доступ чексіз, ол жерде адам санымен шектемеймін. Про пакетін тек қана 3 адамға беремін, VIP пакетті 2 адамға беремін. 2 адамға беремін VIP пакет. Не үшін? Өйткені мен жерде бүкіл елді жинап барлығын тауарын доставкасын төлеп отырмаймын ғой, дұрыс па? Одан маған тиімсіз нәрсе, 30%-ын алып, 50%-ын алып жұмыс жасап отырмаймын ғой. Одан маған тиімсіз. Жасаймын. Именно про пакетпен, VIP пакетпен оқыған адамдарға.
Мен сол 3 адамға, 5 адамға жұмыс жасап, соларды 500 мың теңгеге, миллион теңгеге шығаруға жұмыс әрекет жасаймын, иә? Дұрыс па? Мен 10 адаммен жұмыс жасағаннан гөрі 2-3 адаммен жұмыс жасаған маған оңайырақ қой, дұрыс па? Соларды табысқа шығарған оңайырақ, иә? Дұрыс па? Сол үшін орын саны шектеулі. Орын саны шектеулі. Так, кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар. Стандарт пакет айтпақшы, осы нелерді сіздерге қалай 3000 теңгемен бастауға болатын қазір көрсете кетейін. Осы пакеттерді қалай осы бизнесті Wildberries пен Каспимен 3000 теңгеге жасауға болады. Өте жақсы жолын көрсетеміз сіздерге. 3000 теңгемен қалай бастап кетуге болады, иә? Қараңыздар, 3000 теңгемен қалай бастап кетесіздер. Осы 3 в одном курсты 3000 теңгемен бастауға болады, иә? 3000 теңгеге бастау үшін мен тоже доступ беремін жаңағы берген адамдарыма. Яғни айтып өттім ғой. Қытаймен бизнесті чексіз, қанша адам тіркелсеңіз де болады. 1688 курсына 1688 курсының бағасы, Қытаймен бизнестің бағасы 39.990 теңге. Ал 3 в одном Қытаймен бизнес, Wildberries бизнес, Каспимен бизнес 3 в одном курсты про пакеті қанша дедім жаңа? 79.990 теңге дедім, иә? Так, тағы скидка бергім келіп отыр. Про пакетіне тіркелгендерді мен қазір тікелей эфирде отырып тіркелген 2 адамға мен 69 мыңға берейін, жарайды, 10 мың теңге скидка берем қазір сразу, иә? Доставка бола береді ғой, миллион рет. Доставкада чек жоқ. Доставкада чек жоқ, именно біздің зауыттан алған тауарларға. Я. Вот. Именно біздің договор жасаған зауыттан алдырған тауарларыңызға сондай болады, е? Ол бір рет деген нәрсе жоқ ол жерде. Сіз қанша рет алдырасыз, сонша рет болады ғой. Өмір бойы алдырсаңыз да сол болады. Про пакетін алсаңыздар, мына жерге мен сіздерге чекті қойып қояйын, я уже 3 адам деп адамдар не істеп жатыр, асығып жатыр. 3000 теңгемен бастап кетуге болады. 3 айға, 12 айға бөліп төлеу бар. Бөліп төлеу бар, рассрочка бар, немесе наличка төлесеңіздер болады, я? Сіздердің зауыттар электронды заттар. Сол электроника ғой сол бізде. Біздердің жаңағы не істеген зауыт электроника бар, ол жерде битовой техника бар, электроника бар, хит тауарлар бар. В общем, қазір Каспи мен Wildberries жақсы өтетін тауарлар бар. Курсқа төлем жасау үшін төменде нөмерге төлем жасап WhatsApp-қа чекті жібересіздер, және қай пакетке тіркелгендеріңізді айтасыздар. Айтып өттім, қазір мына жерге жазып та өтейін. Жазып жіберейін мына жерге. Стандарт пакетте Қытаймен бизнесті полный үйретеміз. Стандарт пакет 39.990 теңге. Стандарт пакетте. И про пакетте 3 в одном ғой, 3 в одном деп сразу жазылайын. Қазір мына жерде түсінбей атқан болу кісілер болу мүмкін. Про пакеттің бағасын мен жаңа қазір тікелей эфирде тағы 10 мың теңге скидка жасап жердім ба? Ой, бұл қайта тікелей эфирде отырғандарға жақсы бір мүмкіндік беріп отырмын, я. Так, VIP пакетте өзім болам, бастан аяқ 159 мың теңге. Еще офлайн кездесу болады. Zoom арқылы әр уақыт не жасап тұрамыз? Разбор жасаймыз бизнестеріңізге. Яғни 500 мың миллион теңгеге табысқа шыққанға дейін жетектейміз VIP пакетте. Стандарт пакет 39.990 теңге, Қытаймен бизнес үйретіледі. Про пакеттің бағасы 3 в одном полный үйретіледі. Тікелей эфирде отырып төлем жасағандарға не бәрі 69.990 теңге. VIP пакеттің бағасы 159 мың теңге болады. Ал егер де сіздер рассрочкамен төлейм десеңіздер, предоплата қалтырасыздар 3000 теңге, қалғанын WhatsApp-қа шығасыздар, WhatsApp-қа шығып рассрочкамен төлейм деп айтасыздар, біз сіздерге заявка жібереміз. Про пакетті төлеу үшін банк арқылы, банк арқылы төлейсіз. Каспи банк арқылы төлейсіз. Бұлай істейсіздер, қазір 3000 теңге предоплата жасайсыздар. Өйткені мен 3 адамға доступ бердім ғой, 3 адамға. Өйткені бізде
рассрочканың орын саны шектеулі, уақыты да шектеулі. 5-ақ күн уақыт ашық тұрады біздің рассрочка. Солай беріп жатыр өзі Каспийде қазір қысып жатыр ғой. Рассрочкаға 3 адамға доступ бердім. Кеше 3 адам тіркеліп алған, енді 6 адам ғой. 3 адамға доступ бар. Неге? Рассрочкаға. Рассрочкамен төлем жасау үшін мына репозитке 3000 теңге қазір сразу саласыздар. Репозитке 3000 теңге салып, WhatsApp-қа өтесіздер. 8-747-490-7883 нөмерге өтіп, Pro пакетіне тіркелемін, рассрочкамен дейсіздер. Біз сіздерге Каспий нөмерлеріңіз жазасыздар. Каспийлеріңізге рассрочкаға заявка жібереміз. Сіздерге заявка барады. Сіздер соны қабылдайсыздар, төлем жасайсыздар. И все. Төлем жаса дегенде қабылдайсыздар. Каспий бізге төлем жасайды. Сіз Каспийге келесі айдан бастап төлейсіз. Айына қанша? Айына бір 4000 бірдеңе теңге төлейсіздер. Аз ғой, иә? 4000 бірдеңе теңге. VIP пакетінің бағасы мына жерге неге шықпайды екен ғой жаңа. VIP пакетінің бағасы бастан аяқ өзім болам, сабаққа 1 жыл доступ болады. Қытайға заказды 30%-пен заказ бере аласыздар. Доставка тегін болады. 159 000 теңге. Бастан аяқ сізді 500 000 миллион теңге табысқа шығаруға өзім бастан аяқ жетектеймін, үйретемін 9 жыл тәжірибемді. Бірге бір үйренесіз, қымбатқа не істеймін, анам бүйтіп, мынаны істеймін деп. Алматыда болсаңыз, менімен жеке консультация болады. Сіздің полный миыңызбен жұмыс жасап, мышлениеңізді өзгертіп, психологияңызды өзгертіп, нишаңызды алдыңызға салып беріп, Wildberries Каспийді қолыңызға ұстатамыз. Мен өзім мысалы осы Wildberries Каспий Қытаймен бизнеспен айналысу арқылы, мынандай үй алып отырмын, жағдайым жасап отырмын, еще айына кемінде 3 миллион теңге табыс тауып отырмын. Ал енді сіздерге 500 000 миллион теңге табыс табуды үйрету ол маған қиын емес, Қиын емес. Так, қазір бізге Wildberriesке жаңа Pro пакетіне төлем жасаған кісі бар. Pro пакетіне 2 орын қалды. 2 орын қалды. Pro пакетіне 2 орын. VIP пакетке 3 орын бар. Жоқ, VIP пакетке мен 2 орын ғана бердім ғой. 2 орын. VIP пакетке 2 орын бар, Pro пакетіне 2 орын бар. Төлем жасау үшін мына репозитке төлем жасайсыздар. 8-747-490-7883. Қазір скрин жасап алыңыздар, мен жерде нені ашайын. Көрмей қапты және. Pro пакетіне тіркелетін болсаңыздар, төлем жасап, чекті WhatsApp-қа жібересіздер. 2 орын қалды қазір, үлгеріңіздер, VIP пакетке тоже 2 орын қалды. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Сұрақты айтыңыздар. Кешеден бері бізде сұрақтар қаптап кетіп еді. Бүгін соларға жауап берейін, тікелей эфирде отырып. Pro пакетті 3 бөліп төлесем болады ма? Банк арқылы емес, тікелей дейді. Жоқ, біз толыққа банк арқылы төлейміз, өйткені біз үйтіп не қыламаймыз ғой, банк арқылы болады. Немесе сразу төлейсіз. Курс басталудан бұрын төлеп болу керексіз, Шырын дей ма? Сырым мебель дейді. Pro пакетті алсаңыз, төлем жасаңыз. Өйткені бізде соңғы 2 орын қалды. Pro пакетке. Доставка тегін болады, Қытайдан товар неше күнде келеді? 10-15 күнде, 20-25 күнде келеді. Қалаймыз, әрине. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Мысалы, қазір Pro пакетке 3000 салып қойсам, кейін 10-15 күн, жоқ, ондай болмайды. Мен өзі Pro пакетке 2 орын қап тұр қазір, 2 орын қап тұр. Каспий ретпен немесе рассрочкамен төлеп алсаңыз болады қазір. Банктен болады, Сабақ уже сразу басталады. Жалғас мырза, сабақ бастап кетті ғой, уже сіз тіркеп қойғанбыз ғой. Сабақ сразу қазір тіркесеңіз, сразу басталады. Ертең басталады, бір аптадан кейін басталады деп уақытыңызды алмаймыз. Бізге результат керек. Сразу тіркелген адам сразу жұмыс жасап табыс тауып кету керек. 12 айға бөліп төлейсіздер. 12 айға бөліп төлеуге тек 2 орын бар, Pro пакет пен VIP пакетке. Бөліп төлеу үшін қазір 3000 теңге төлеп қоясыздар. Сосын сразу қазір біз сізге заявка жібереміз. Өйткені ертең уже бізде рассрочкаға орын қалмай қалады. Уақыты аз рассрочкаға. Бізге өзі Каспий азақ уақыт берді рассрочкаға. Ертең үлгермей қаламыз. Мысалы, кеше рассрочкамен ешкім төлей алған жоқ. Бүгін беріп тұр, әрең беріп тұр да. Алсаңыз алып қалдыңыз, алмасаңыз ренжімеңіз енді. Ары қарай наличка төлейсіз мүмкін,
қазір 3000 теңге төлейсіз, WhatsApp-қа шығасыз, про пакетін аламын деп. Про пакетін аламын дейсіз, сосын бізге Каспий Голд нөмеріңізді айтасыз, біз сізге заявка жібереміз, сіз қабылданасыз, қабылдайсыз, болды, все, ары қарай курс бастап кетесіз. Орын саны шектеулі, банкке 12 айға төлейсіз, сабақ сразу басталады. Қазір 12 айға бөліп төлеуге тіркелу үшін сразу 3000 теңге предоплата жасайсыздар. 8747 490 7283 нөмеріне қымбат деп шығады. Соған төлем жасайсыздар да WhatsApp-қа осы нөмерге шығасыздар. Мен про пакетіне тіркеліп едім, мынау менің Каспий нөмерім, атым мынандай деп. Сосын біз сізге Каспийге одобрение жаңа не жібереміз, заявка. И заявкаңызды сіз қабылдайсыз, и все. Келесі айдан бастап қана төлейсіз, айына 4000 теңге ме, бірдеңе теңге. В общем, аз, өте аз. Сіз оны Каспиймен алберісті оқитын болсаңыз, бір айда төлеп тастайсыз. Бір айда даже 1-2 күнде төлеп тастайсыз. Табыс табасыз ғой. Қазір салдыңыз тауар, заказ ертең түседі, сразу түседі. Мен өзім қайсы тауар салып жатырмын, қайсы тауардан көп заказ алып жатырмын, қалай салып жатырмын, соның барлығын бірге бір үйретсем, мен өзім тауып жатырмын, сіз не үшін таппайсыз? Мен жасағанымды бірге бір жасасаңыз, сіз әрине табасыз, табыс. Сол үшін уайымдамасаңыздар болады. Мен өзім нәтиже шығарып жатырмын, және менен оқыған студенттерім, шәкірттерім нәтиже шығарып жатыр. Сіз де нәтиже шығара аласыз. Бізде бар 12 қолмен, 2 қолменен 2 аяқ, сізде бар. Бізде бар ми, сізде бар. Просто мышлениеңізді өзгертіңіз, бір Аллаға тәуекел етіп бастап кетіңіз, болды. Так, енді қандай сұрақтарыңыз бар? Бізде жаңағы доступ деймін ғой. Рассрочкаға, в общем, бір-ақ орын қалды. Рассрочкаға бір орын қалды. Рассрочкаға тіркелу үшін қазір сразу немесе наличка төлеңіздер, пожалуйста. 1688 сайтының курсы, Қытаймен бизнес курсы 39990 теңге. Про пакетте 3 в 1, ол жерде Қытаймен бизнес болады, Алберіспен бизнес болады, Каспиймен бизнес болады. Ол небәрі 69990 теңге. Тек қана тікелей эфирде отырған адамдарға. Веб пакеттің бағасы 159 теңге. Өзім болам, жеке консультация болады, офлайн кездесу болады, Zoom разбор болады, 50 сабақ болады. Веб пакетте полный барлық сайттар болады, е? Так, рассрочкаға соңғы бір орын қалды, я ойланып отырған кісілер, ертең төлемде ойланып отырған кісілер, мен сіздерге ондай мүмкіндікті осы эфирде ғана бере аламын, я ары қарай ренжімесеңіздер болады. Рассрочкаға төлеу үшін, тіркелу үшін қазір сразу 747 490 7283 нөмеріне төлем жасайсыздар, 3000 теңге төлеп, рассрочкаға тіркелемін дейсіздер, WhatsApp-қа шығасыздар, рассрочкаға Каспий нөмерлеріңізді жібересіздер, біз заявка жібереміз, сіз қабылдайсыз, все болды. Келесі айдан бастап айына 4000 бірдеңе төлейсіздер. Келесі айға дейін уже сіздер осы айда үйреніп алып, заказ алып қойсыздар ғой, Алберіс пен Каспийден. Баяғыда төлеп тастайсыздар. Наличка төлесеңіздер де болады, бар болатын болса, қарыз қылмай, е? Бұл рассрочка деген вообще жаңағы ақшасы жоқ адамдарға арналған. Ақшаңыз болатын болса, пожалуйста, білімді наличка төлеп үйреніңіз, оқыңыз, зато сізде уже ертең нәтиже болады, е? Так, ендеше мынаны скрин жасап алыңыздар. Менде уже қазір қанша уақыт отырдым, 1,5 сағат өтіп кетті ғой. Тікелей эфирден түсемін. Сіздерге тағы бір ескерте кетейін. Про пакетіне бір орын қалды. Про пакетіне рассрочкамен төлеуге, наличка төлеуге де болады. VIP пакетке 2 орын бар әлі. Стандартқа орын көп. Қайсыған үлгересіз, қайсы сізге керек, соны қаласаңыздар болады. Егер тек қана Қытаймен бизнесті үйренем, тек қана Қытайдан тауар алсам болды десеңіздер, пожалуйста. Полный Қытаймен бизнесті үйретеміз 39990 теңгеге. Про пакеті, яғни маған бүкіл сайт керек, мен елдер сияқты барлық сайтпен жұмыс жасаймын, сіз сияқты менде табыс табамын, сіздің шәкірттеріңіз сияқты табыс табамын, Қытайдан еш тастап төлемей тауар алдырам десеңіздер, 69990 теңге. VIP пакетте менімен бірге жұмыс жасаймын, қымбат ханым, сіздің консультацияңыз керек маған, сіздің де уже 9 жылдық тәжірибеңіз бар, менторлығыңызға кірем десеңіз, пожалуйста, 159 000 теңге. Бұдан кейін бұл менторлығым 300 000, 500 000, миллионға көтеріледі. Тек қана осы 3 в 1 проектісіне арзанға беріп жатырмын, е?
3 в одномға. Так, ендеше уәде етілген кітапшаны алу үшін 8-747-490-7283 нөміріне WhatsApp-қа шығып кітапшаны аламын деп жазыңыздар. Кірем десеңіздер 12 айға бөліп төлеуге. Тоже WhatsApp-қа шығыңыздар 12 айға бөліп төлеймін деп. Про пакетіне қатысамын, би пакетке қатысамын деп. Немесе курс жайлы толық ақпарат ала алмаған болсаңыздар, белгілі бір нәрсеге ойланып тұрған болсаңыздар, сұрақтарыңыз болатын болса, тоже қазір звондасаңыздар да болады, тікелей эфирден кейін. Қазір менеджерлер барлығы уже жұмыста емес, телефонды өзім қабылдаймын. WhatsApp-та да өзім жауап беремін бүгін. Сол үшін түсінбей атқан жеріңіз болса, сенімсіздік болса, сұрақтар болып атса, бірдеңеге ойланып шешім қабылдай алмасаңыз, пожалуйста, маған менімен сөйлесіңіз. Яғни мен осы 3 сайттың маманымын ғой, табыстау отқан. Сізге өте жақсы кеңес бере аламын. Қай-қай жағынан болмасын, е? Жақсы, ендеше, ескерте кетейін. Стандарт пакетке орын бар, 39.990 теңге. Про пакетіне пока бір орын қалды. VIP пакетке 2 орын бар. WhatsApp-қа шығыңыздар, е? Тағы да арғарай бөліп төлеумен тіркелемін деген кісілер болса, наличка төлеймін деген кісілер болса, тағы да ақпарат керек деген кісілер болса, сіздің 1688 кітабыңыз керек деген кісілер болатын болса, қазір сразу WhatsApp-қа шығыңыздар. Мен қазір мына жерде қойып қояйын. Скрин жасап алыңыздар WhatsApp-ты. Егер жаңағы тікелей эфирден түсіп, рассрочкамен төлейміз, 3 мың теңге үлгермей қалдық десеңіздер, тоже мына чекті скрин жасап алыңыздар. Осы жерде барлығы бар. Все, болды, мен тікелей эфирден түсемін. Басқа сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа шығыңыздар. Мен тікелей сіздермен байланысамын бүгін. Сабақ сразу бастайды. Қазір тіркелсеңіз, азанда уже сабақ бастап кетесіз. Сразу бізге өзі результат керек. Ертең бүрсігіні 10 күн ешкімнің 1 минутта уақытын алғым келмейді. Сразу әрекет жасап ақша табу керексіздер. Өйткені қазір таппасаңыздар, басқалар тауып отыр. Ертең конкуренттер көбейген кезде, бүкіл ларвесте адамдардың бәрі тауар сатып кеткен кезде далада қаласыздар. Сол үшін сіз бүгін бастамасаңыз, ертең уже ашық қаласыз, мен сізге айтайын, е? Все болды. Басқа сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа шығыңыздар. Сау болыңыздар, бизнесмен болыңыздар, миллиардер болыңыздар, менімен бірге дамыңыздар, бай болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар. Тікелей эфирді сақтап қойын, е?